Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз аш қарынға жеуге болмайтын 10 өнім туралы болмақ. Пайдалы таңғы ас бізге қуат береді және күні бойы сергек жүруімізге көмектеседі. Бірақ кей өнімдерді аш қарынға жесеңіз, олар ас қорытуға зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан қыжыл, асқазанда жайсыздық немесе газ түзілу пайда болады. Мұндай жағымсыздықтар орын алмас үшін кей нақты өнімдерді аш қарынға жемеген жөн. Бірінші, банан. Бананның ағзаға пайдалы жеміс екенін білеміз, алайда оны аш қарынға жесеңіз, ол өз пайдасын жоғалтады. Оның құрамындағы магний мен калийдің көп мөлшері ағзадағы осы элементтердің тепе-теңдігін бұзып, нәтижесінде жүрек-қан тамырлар жүйесіне зиян келтіруі мүмкін. Егер бананды негізгі тамақтан соң жесеңіз, оның дәрумендері жақсырақ сіңеді. Келесі, ащы тамақ. Өте ащы немесе құрамында дәмдеуіштері көп тамақты аш қарынға жесеңіз, қыжыл пайда болуы немесе асқазан ауруы мүмкін. Бұл пияз бен сарымсаққа да қатысты. Сарымсақ асқазан шырышын тітіркендіретін аллициннің көзі. Алайда мұндай ащы тағамдардан толықтай бас тартудың қажеті жоқ. Бастысы оларды аш қарынға жемеңіз. Келесі, йогурт. Йогуртта көп сүтті қышқылдар бар. Олар сүйектерді қатайтуға және пайдалы бактериялардың көбеюіне ықпал етеді. Бос қарында асқазан қышқылының деңгейі жоғары. Мұндай уақытта йогурт жеу ондағы сүтті қышқылдардың толықтай тиімсіз болуына немесе жағымсыз қышқылдық рефлекске әкелуі мүмкін. Келесі, қызанақ. Қызанақтар түрлі пайдалы элементтерге өте бай. Сондай-ақ оның құрамында илік қышқылдар мен С дәруменінің көп мөлшері бар. Бұл заттар асқазандағы қышқылдықты көтереді. Оны жиі аш қарынға жеу жараның пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Сондықтан таңғы асқа қызанақты салаттың бір ингредиенті ретінде ғана пайдаланған жөн. Келесі, алкоголь. Егер алкогольді аш қарынға ішсеңіз, ол бірден тіке қанға түседі. Бұл қан тамырлардың кеңеюіне, уақытша жылулық сезінуге және артериялық қысымның түсуіне әкеледі. Аш қарынға алкоголь ішу кезінде тез мас болу қаупі жоғары. Ұзақ уақыт аш қарынға алкоголь ішуден жүрек, бауыр және бүйректер зақымдалады. Келесі, газдалған сусындар. Суға қосылған көмір қышқыл газы ағзаға зиян келтірмейді, алайда көпіршіктер асқазан қышқылдығын көтереді. Сондықтан аш қарынға газдалған немесе минералды су ішсеңіз, іш кебуі мүмкін. Келесі, алмұрт. Алмұрт калийге бай, алайда оны таңғы асқа немесе аш қарынға жеуге болмайды. Алмұртта асқазанның сезімтал шырышты қабығын бұзатын шикі жасындылықтар бар. Келесі, сағыз. Біз сағыз шайнағанда ағза тезірек қорытып жіберу керек деп ойлайды. Сондықтан асқазан ас қорыту қышқылын бөледі. Ол оған бұзушы әсер етеді. Сағызды өте көп шайнау гастриттің дамуына әкеледі. Сондай-ақ оны тойып тұрсаңыз да 10 минуттан артық шайнауға болмайды. Келесі, цитрусты және жана сығылған шырындар. Жана сығылған жемістер шырынын таңғы асқа ішу пайдалы деген пікір кең тарағанмен, оны аш қарынға ішу ұсынылмайды. Ол ұйқы безіне қосымша күш түсіреді. Және де кофе. Таңды кофемен бастау кең тараған тәжірибе. Бұл ұйқыны ашатын оңай әдіс секілді көрінеді. Алайда оны аш қарынға ішу жоғары қышқылдылыққа және қыжылға әкелуі мүмкін. Сонымен достар, бүгінгі тақырыбымыз өз соңына жетті. Егер де видеомыз қызық болған болса, өз ойларыңызбен бөлісіп, видеомызға лайк басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар.